Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамына ешқандай сүт қосылмайтын, жай ғана жылы суға иленетін, өте жұмсақ болып шығатын булочкидің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жылы суымыздың үстіне дәміне қарай тұз саламыз, шекер саламыз және де құрғақ дрожжымызды салып, венчикпен не болмаса лопатканың көмегімен жақсылап біркелкілік масса болғанға дейін араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң жұмыртқаның ақуызын саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің осы сұйықтығымыз біркелікті жақсы араласқаннан соң үстіне алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқыш не болмаса ас содасын қоссаңыздар болады. Мен ас содасын қосып жатырмын. Енді қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осылай басып бірге бастаған кезде бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Менде станичный деп аталатын сары май, сіздер өздеріңіз қалаған сары майды қолдансаңыздар болады. Тағы да жақсылап қамырымыздың иек қанғанша қолымызбен осылай илеп қамырды жақсылап илеп дайындап аламыз. Егер қамырыңыз өте жұмсақ болып жатса, аз ғана ұн сеуіп жіберуге болады. Қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. Енді жылы жерге біздің қамырымыз жақсы көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз көтерілді. Менде 45 минут жылы жерде тұрды. 45 минутта осылай көтеріліп шықты. Енді қолымызды майлап, булочканың формасын осылай шығарамыз. Сүйікті көрермендерім, егер осы рецепт ұнап жатса, пайдалы болып жатса, астына өз пікіріңізді қалдырып, және де осы видеоны достарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта сіздерге ұнайтын және де пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Жалпы булочканы әркім өз қалауынша формасын шығаруына болады. Тіпті дөңгелек формада пісіріп алсаңыздар да өте керемет және де өте дәмді болып шығады. Булочкалеріміздің барлығын формасын осылай шығарып аламыз. Егер сіздерде пергамент қағазы болмаса, форманың астын міндетті түрде майлап алуды ұмытпаңыздар. Егер майламайтын болсаңыздар, піскен кезде булочканың асты жабысып, күйіп кетуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай булочкамыздың формасын шығарып болдық. Енді тағы да бетін жауып, 15-20 минутқа бөлме температурасына тағы да қалдырамыз. 15 минуттан соң булочкамыздың бетін ашып, бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Печкамызды алдын ала жақсылап қыздырып қоямыз. 220 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің печкасы әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар. Біздің булочкамыз пісіп дайын болды. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Әрине ол маңызды емес, өз қалауларыңызға қарай. Мен біздің булочкамыз дайын, өте жұмсақ және де өте оңай жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын.